Сәлем оқырмандар. Бүгін біз оң және теріс сандар, бүтін және бөлшек сандар тақырыбын өтеміз. Ал сіздер лайктарыңызды аямаңыздар және де басқа да мәліметтерді жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Математикада мынадай координаталық түзу беріледі. Координаталық түзудің басы болады. Оны О нүктесімен белгілейді. Координаталық түзу дегеніміз мына жағынан да шексіз, мына жағынан да шексіз болады. Ал ортасы 0-ге тең. 0-дің оң жағында тек қана оң сандар тұрады. 0, 1, 2, 3, 4 кете береді. Плюс шексіздікке дейін. Ал координаталық түзудің сол жағында керісінше теріс сандар тұрады. -1, -2, -3, -4, минус шексіздікке дейін кете береді. Міне осы координаталық түзу. Енді оң сандар дегеніміз не? Оң сандар дегеніміз координаталық түзуде 0-дің оң жағында орналасқан сандар оң сандар деп аталады. Оң сандардың алдына плюс таңбасы қойылады. Мысалы, плюс 5, плюс 10, плюс 21 деген сияқты. Оң сандардың алдындағы плюс таңбасы жазғанда және айтылғанда да плюс деп айтылмайды. Жай ғана 3 немесе 5 немесе 11 деп жаза береміз. Енді теріс сандар. Теріс сан дегеніміз координаталық түзуде 0-дің сол жағында орналасқан сандар. Мысалы, -3, -5, -11 теріс сандардың алдына минус таңбасы қойылады. Енді қарама-қарсы сандар дегеніміз бар. Қарама-қарсы сандар дегеніміз тек қана таңбасы жағынан ғана айырмашылығы бар сандар. Мысалға, -5-ке қарама-қарсы сан плюс 5, немесе 3-ке қарама-қарсы сан -3 деген сияқты. Тек қана таңбасымен ғана ерекшеленетін сандар. Енді бүтін сандар дегеніміз не? Бүтін сандар дегеніміз өзі аты айтып тұрғандай бүтін болып келеді. 0, 1, 5, 11, 1000 бүтін екені көрініп тұр. Енді бөлшек сандар дегеніміз бар. Бөлшек сандар қандай болады? Бөлшек сандар 4-тен 1 немесе 21-ден 3, 6,3-тен 1 деген сияқты, немесе 5,2, яғни бөлшек сандар мынандай бөлшектер арқылы жасалады, немесе үтір арқылы ондық бөлшек түрінде жазылатын болады. Мінекей, сабағымыз осымен аяқталды. Келесі видеоларда осы тақырып бойынша есептерді шығаратын боламыз. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып, менің видео сабақтарымды достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.